Барлықтарыңызға сәлем, қалайсыздар? Бізде жаңа видео. Бүгін бізде хит нәрсе дайындаймыз. Бұл бізде клубника в шоколаде. Прям өте күшті, өзіме қатты ұнайды. Мен бұны заказға да жасаймын, видео де жасаймын. Ал ендеше бастайық. Біз бірінші осылай клубникаларымызды жақсылап жуып аламыз. Негізі әртүрлі способтар қолданып жуып алсаңыздар дұрыс. Осылай бәрін аштым. Қазір мен бұл жерде заказға жасайын деп жатырмын. Сол себепті сіздерге кішігірім видео түсірейін дедім. Осылай қазір барлығын жақсылап жуамыз. Одан кейін барлығын жақсылап осылай салфеткалар қолданамын. Осының үстіне барлығын қойып шығам. Одан кейін барлығын қойып болғаннан кейін барлығын енді сүртіп шығу керек. Енді бізде осындай бельгийский шоколад, калибаут қолдануға болады, басқа да болады. Менде міне осындай кішкене бөлігін алдым. Мен осы микроволновкамен ертем, аппаратпен де ертуге болады. Осылайынан енді клубникамызды жақсылап осылай барлығына жасап шығатын боламыз. Бұл жерде бастысы шоколад қатты ыстық болмау керек, қатты суық та болмау керек, орташа болу керек, получается. Бұл жерде енді қалауларыңызша әрлей бересіздер. Мен осы орешкаларды өте жақсы көремін. Линия, орешка, әртүрлі нәрсе қолданасыздар. Одан кейін мен мына жерде коробкаға жинап жатқанымды көрсетіп жатырмын. Бұл енді әрине не обязательно, сіздер өздеріңіз жейтін болғандықтан жай қоя берсеңіздер болады. Осындай әдемі болып бізде шығады. Менің парақшама тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта тағы да жаңа видеолар салатын боламын. Және де лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар.